Қыздар, тұрыңдар. Аселия, Дана, Алуа. Кәне тез тұрыңдар. Ой, апай, не болды? Соны айтам, ұйқы бермейтін болдыңыздар ғой. Я ұйықтайықшы, өзіміз білеміз ғой, шеттар. Өздерің білесіңдер ғой, бірақ енді таң атты көздеріне сып ете тұрыңдар, тамақ жеміз. Өмірші беттерін жуып алыңдар. Осы апай жатқызбайтын болды ғой. Соны айтам. Тұрсаншы енді болды, Алуа, мол басына бермеш. Жатқызбайсыңдар сендер. Қызық үшін краттың бәрін ағыз кетейік. Давай, қызық болсын. Тамақ жіберейік керек. Келіндеріме отырыңдар. Не ағып жатырған? Білмеймін. Мынаны кім асып кеткен? Ой, апай, шутка. Жоқ, қыздар, олай ағыза бермеңдер, болмайды ғой. Осы суға қанша адам зар болып жатыр. Олай суда ысырап қылмаңдар. Су жетпей қалса не болады? Беттеріңді де жуа алмайсыңдар, суда іше алмайсыңдар. Ой, апай, болды, бір нәрсе ақыл үйретпеңізші, жай ғана шутка, ойын, прикол. Түсінесіз бе? Жақсы істейсіз, тамақтарын ішіңдер. Болды, апай, бір жаққа барамыз ба? Жоқ, бүгін сабақ өтеміз. Қандай сабақ, апай? Соны айтам, қандай сабақ? Біз мектепте емеспіз ғой, біз типа лагерь сияқты жердеміз. Біріншіден, сендер лагерь сияқты жерде емессіңдер, ал екіншіден, сендер енді үлкен қыз болыңдар, білім алатын жасқа жетіңдер ғой. Осы уақытқа шейін ата-аналарыңыз сендерді осы жерге тастап кеткеннен бері сендер сабақ мүлдем оқыған жоқсыңдар. Тек қана біздің қарауымызда болыңдар. Қандай пәннен? Ағылшын ғой. Апай, ағылшынша білесіз бе не? Я жас кезімде оқығаным бар, есімде қалған. Жақсы. Ол ағылшын тілін мен жақсы көрем, ал маған мүлдем дым пән ұнамайды. Олай айтуға болмайды. Сендерге дым пән ұнамаса, өскенде қандай мамандыққа түспекшісіңдер? Ой, апай, дене болатын шығар. Аузын жап жүрсең. Жақсы, болды, тез тамақтарыңды ішіңдер. Айтпақшы, міне сок шырындарын. Сосын біздің тәлекеміз қайда? Қазір күтіңдер. Не, оқушылар? Апай, ыдыстарды қайдан әкелдіңіз? Сатып әкелдім, не болды? Оу, күшті. Қазір алып ойындар. Не жейсіңдер? Пицца да қалмапты ғой. Пицца кеше тұр еді ғой, кім жеп кеткен? Дәмді болған я сол пицца. Ой, сен ба жеген? Қарным ашып кетті. Жақсы, онда мындай торт бар екен, жей қойыңдаршы. Мен ішіне жей біліп тұрған жоқ, тек сок жем. Мен де жемеймін. Да бәрін мен жейтін болдым ғой. Жақсы болды. Бара беріңдер. Вау, қандай дәмдісін-ай. Күшті жатыр екен. Жасында барып жата қойыңдар. Қазір мен 5 минуттан кейін келем. Жарайды. Ей, тұрыңдар, таң атты ғой, әлі жата бересіңдер ме? Ана комната уже тұрып дайындалып алған. Тез тұрыңдар, бұл ашуландырмай адамды. Мен сендерге айтып тұрмын. Ау апай, зерек тұр. Ой, осы зере деген қыз маған мүлдем тұр болып, қап-қара болып тұрын қарашы. Аружан.
апай тез жиналыңдар. Апай не болды? Бүгін сабақ өтеміз. Қандай сабақ? Иә, қандай сабақ? Осы уақытқа шейін сен сабақ оқып келмегенсіңдер. Ана комнатта уже үйреніп алған. Ана комнатта уже барлығын үйреніп біліп алған. Олар бүгін ағылшын сабағын өтініп жатыр. Мәссаған, біз сонда қандай сабақ өтеміз? Біз де ағылшын өтеміз. Жарайды. Бол тезлер. Қызымды апай тамақ ішіп келейік. Тұр, қайдағы тамақ? Тамақ жоқ холодильникте. Тамақ жоқ, қане апай? Я жоқ, тез дайындалыңдар. Қазір мен 5 минуттан келем, оған шейін дәптердің бәрін шығарып қойыңдар. Осы апай қызық, тамақты тыңдай бермейді. Соны айтамын. Тез етіп ата-анамыз келсе екен, біз алып кететін. Мен осы ата-анамды түсінбеймін. Қалай тастап кетеді? Біз оған не істеп қойдық? Соны айтамын. Түсіну қиын. Жақсы, қазір апай келеді, тез етіп дайындалайық. Айтпақшы, менде дәптер жоқ, не істеймін? Сенде жоқ па не? Мен әйтеуір өзіммен бірге алып келгем. Мен қазір көрші сыныптағы апайдан сұрап келейінші. Тез білдіртпей кетті. Қайет бара жатсың? Апай әжетханаға. Әжетхана мына жақта емес пе? Жай мына жақта біраз ұмытып кетіп едім, мына жақта әжетханасында. Ол жақта әжетханасы не істеп жүрсің? Өткенде ана қыздар шақырып еді. Жақсы, тез барып кел. Апай, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Апай, сізде артық дәптер, ручка дейтіндей жоқ па? Негізі жоқ, не болды? Жай керек болып тұр еді. Бүгін сендер сабақ өтесіңдер ме? Қазір мен тез етіп дүкенге барып келіп сатып алып келейін. Шын ба, апай? Әрине. Рахмет, апай. Қазір күте отыр. Вау, апай, қандай әдемі. Сізге көп-көп рахмет. Оқас жоқ. Бөлмеңе апарып берейін бе? Бірақ апай көріп қоймасын. Жақсы, жүр. Қазір келейін. Қазір. Апайың кетіп қалыпты, жүр. Ой, сәлеметсіз, апай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қараңдар, апай бізге ручка алып берді. Берші. Мынау саған. Әдемі екен. Ала ғой. Рахмет, апай, сізге көп-көп. Оқас жоқ. Жақсы, бара қойын. Сау болыңыз, апай, сау болыңдар. Енді дайынбыз. Күшті. Тез дайын отырайық. Осылай тұрып өтеміз бе? Солай шығар, білмеймін. Келіндермен дайын ба барлығы? Апай. Жүріңдер асханаға. Асхана оқимыз ба? Енді қайда оқисың? Тұрып оқиын деп едім. Осы сендер таза жарымсыңдар. Отырыңдар тез. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз бізде past to be аталады. Past to be бізде екіге бөлінеді. Жазып отырамыз, барлығы маған тесіліп қарап отырсыңдар. Past to be екіге бөлінеді. Was, were. Was бізде қандай бөлім бөлінеді? Мен сіздер өткен сабақта айтқан болатынмын. Қандайға? Кім айтады? Зере тұрш. Апай. Past to be was, were болып бөлінеді. Және де was қандай тұр? Және were қандай тұр? Қандай тұр? болшы. Білмеймін, апай. Отыр, тупой. Сен тұр, Аружан. Was, were қандай түрлерге бөлінеді? Was көпше, were жекеше. Қуасың ба сен? Мен өткен айтқан жоқ ма сендерге барлығын түсіндіріп? Неге осы тупой болып отырасыңдар? Отыр. Сен тұр. Was, were қандай түрлерге бөлінеді? Was жекеше, were көпше. Отыр. Барлығы жазып отырды дәптерлеріңе. Шашым ағыртып бітетін болыңдар, сен қыздар бар емес па? Жекеше, көпше. Енді сөйлем құрайықшы. Зере, тұр, құра. Озға сөйлем құрайшы.
I was football play. Қайда I was football play? Олай емес. I was play football. Не, орындарын ауыстырып отырсың? Так, Аружан, тұр, we-ға құра. You то кетші отырш. Сен тұқыра. We-ға ма? Yeah. You we go to shopping. Я отырш. Так, барлығын жазып отырсыңдар ма? Я апай. Так, жазып отырыңдар. Тағы да қандай сөйлемдер бар? Енді questions-қа, сұраулыға көшейік. Так, демалып болсаңдар тұрыңдар, сабақ өтеміз. Апайыз өзіміздің де дәптеріміз алып келмедік қой. Мә алып келмедіңдер ме? Қазір мен дүкен бар сатылып кірейін. Не ала қойыңдар? Мынау саған, алуа ала қой. Не тағы да? Мә, рахмет. Спасибо. Так, жүріңдер онда. Қайда апай? Ас үйімізде оқиық. Қазір жинап сен. Сіздер болдыңыздар ма? Не болдық? 3 миллион оқытып болдым ғой төр. Түс бөлмеге. Шыға алды ма? Барып кетіңдер бөлмеге. Так, жақсы, бүгін бізде past to be өтетін боламыз. Past to be бізде екі бөлінеді, was, were. Сонымен қатар қазір сұрашым лақтырым. Was, were болып бөлінеді. Was бізде жекеше, were көпше. Және де сіздер кішкене оңай болып көрсетсең, яғни сөйлемімізге үшке бөлінеді. Болымды, болымсыз және сұраулы. Affirmative, negative questions. Яғни мысалға was-ға болымды сөйлем құрайтын болсақ, мысалға I was play football, ал we құрайтын болсақ, you we go to shopping мысалға. Ал questions бізде was және we алға шығып кетеді. Мысалға was you play football, мысалға we you go to shopping, yes? Сен футбол ойнадың ба? Сен мектепке сен дүкен араладың ба? Бардың ба? Деген секілді. Сонымен қатар болымсызда бізде was not деген wasn't болып қысқарады, ал were not ол weren't болып қысқарады. Барлығын тексеріп жазып отырамыз. Не апай, жазып отыр. Так, түсінікті болса, енді өздерін қазір бірінші сұрма сендерге телефондар бар ғой, иә? Қазір телефондарын алып келейін. Соған орындап отырыңдар. Әселі сен телефонын таба алмадың ба? Мен телефоным қайда? Қайда сен телефоның? Білмеймін, апай тұрған сияқты деді. Телефон жоқ па? Жақсы, мен саған өзім көмектесе қояйын. Сендер телефондарынан Google-да ашыңдар, және сол жерде exercise бірінші тапсырманы түсініп қарай қойыңдар. Жақсы. Қарап отырсыңдар ма? Иә. Так, енді Әселі сен осылардың қасына бір көшіре қойшы, жарай ма? Апай, біз болдым. Жақсы, түсінікті болса, оны бөлмелеріңе бара қойыңдар. Апай, бітті ма не? Иә, мен оңай тақырып екен. Өте оңай, жеңіл. Келесі тағы да өтетін боламыз. Жақсы, сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, жатып демала қойыңдар. Ой, мен сен кеткен. Мен бүгін апайға риза болдым. Менде. Барлығын алып берді ғой, және түсінікті болды. Жақсы, онда мен де өзімнен шайымды ішіп алайын.